Уағалейкумассалам, інім Алтын. Сен маған өзі тендер көрсететін қазір осы арада төртеуің жүрсіңдер, үш ұл бір қыз. Мына жас қыз, енді өзің маған өз көңіліме ұнап тұрсың да сен. Негізінде мен мынау бұл компьютер деген жөнді білмейтін де адаммын да негізі. Жаңа өзің айтпақшы жаңа 60-тан асқандар деп қанды ішет дейсің ғой. Тура сондай отырмын ғой мен. Алматыға бару керек екен бөлек. Кредит деген бастан асып жатыр. Негізі сварщик болып жұмыс істеймін да өзім да, бірақ қазір енді возрастқа байланысты оның бәрін қойып осы тендермен айналысып жаңағы сен айтқан жаңағы заталы жай компьютерді ашып, одан кейін мына сайттарды тартып алу деген сияқтылардың бәрін түк білмей ғой қазір енді. Кешегі анау Германиядан сабақ үйреніп жатыр сен. Германиядан өзімізді қазақ бауырымыз. Сол сияқты мына өзің инабатты былай түрің былай ашуланғыш болғанмен өзің инабатты әдемі жігіт екенсің. Сен маған ұнадың, негізі бар ғой, сөзіңде анау жаңағы дәптер крупный жұмыс істеп жатырмын деп анау көрсетіп жатыр ғой тендерде. Ондай емес, сен как положено үйретіп жатсың да, әңгіме жоқ. Соған ырза болып отырмын да. Кәдімгідей үйретсең, мен саған 100-ің емес, 200-ің беремін саған. Просто былай, мені үйретші болды ма? Мен сенің бар ғой, ақын жемеймін. Мен саған өмір бақи рахмет. Басқа жұмысқа жарамайсың. Толық сол тендерге жұмыс болмаса, сол үйде әйелім екеуміз істей береміз сосын. Ноутбукты табамын енді онда. Ассалаумағалейкум. Ал Медет ініңіздің сабағына ат терлетіп Түркістан қаласынан кетіп тұр екенсіз. Өзіңіз 61 жаста екенсіз. Соған қарамастан өзіңізде көкірегіңіз ояу, үлкен азамат екенсіз. Ал соған қандай Медет мырзадан қандай білім алдыңыз, сізге қанағаттандыра ма? Рахмет. Қазір 5-6 күннің ішінде жақсы мағлұматтар алдым. Компьютерді білмейтін компьютерді үйрендім. Тендерден қазір маркеттен 4-5 тендер ұттым, 2-ін төлеп қойдым, жауып қойдым почти. Енді 3-ін алуға барғанда жабармын. Қазір енді жолға шығуым керек. Рахмет. Келіңіздер, қиын емес. Компьютер білмейтін жасым 60-ға келсе де міне 4-5 күннің ішінде әжептәуір үйреніп, жақсылап біліп алдым. Мәкеңе рахмет. Үйреніңіздер. Жас кәріге қарамайды. Талап болса болды. Барлықтарыңа несі үйрену, бұлай үйрету қарқы қалай үйреніңіз? Үйрету өте керемет, жақсы. Күн сайын 3 сағат, 2 сағат оқығанның бөліне үйге задание береді, соның бәрі. Тур кәдімгі енді бірінші класстағы үйреткен адамдар, мұғалімдер қандай? Тур сонда үйретіп жатыр ғой әдемі. Үйреніп алдыңыз ғой бұлай? Үйреніп алдым, енді почти 60-70%. Енді бірден 100% деп айтпай қояйын. 60-70% үйреніп, енді қалған 30-ын ары қарай өзі қолыммен әкіп кетемін ғой енді. Онлайн арқылы тағы көмектеседі дейсіз ғой? 2 ай жәрдем беремін деп жатыр. Жақсы, келіңіздер, үйреніңіздер. Мәкеңе рахмет, жұмысы алға баса берсін. Амин. Жақсы. Ұтқан тендерлеріңізден Алла тағала берекетін берсін. Берекетін берсін иншалла. Пайдалы ілім болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Барлықтарыңа. Бүгін қайтасыз, сен аман-есен елге қайтыңыз. Жолыңыз болсын. Рахмет. Барлығы әдемі. Өте керемет. Молодец.